Мен Бейсенбай Серік Қайруллаұлы, Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің музыкалық білім беру бөлімінің 3-ші курс студентімін. Мамандық таңдау адамның өміріндегі ең жауапты кезеңдерінің бірі. Өйткені бүкіл болашақ өмір осы таңдаумен тығыз байланысты. Менің таңдауым ұстаз болу. Мен үшін ең қастерлі де қасиетті мамандық ол ұстаздық. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, осынау қастерлі мамандықтың иесі болуға еңбек етіп жатқаныма 3 жыл болып келе жатыр. Болашақ маман ретінде қалыптасуымыздың негізі практика арқылы жүзеге асуда. Практика барысында колледж оқытушыларынан алған теориялық білімімізді іс жүзінде қолдануға машықтандық. Практика барысында ұстаз болу ақылдылық пен сабырлықты, батылдылық пен жан-жақты білімділікті қажет ететін мамандықтың бірі екеніне көзім жетті. Сол 3 жылдың ішінде нағыз ұстаздың қандай болатынын біліп қана қоймай, ерекше ыждахаттылық пен ізденісті, еңбек пен табандылықты қажет ететін қызықты да қиын жол екенін түсіндім. Колледж табалдырығын аттаған сәттен бастап-ақ тәжірибелі ұстаздардың арқасында мамандығымның қыр-сырымен танысып, өзімнің орным ұстаздық жол екенін түсіндім. Қорыта келе айтарым, өскелең ұрпақтың өмірлік құндылықтарының қалыптасуына, сеніміне, өмірлік мақсат мүддесіне, өмір жолындағы таңдауына өз үлесімді дәл осы музыка арқылы қосқым келеді. Өйткені тәрбиенің аса маңызды құралы өнер мен музыка. Қазақстанымыздың гүлденіп көркеюі дарынды да талантты жастардың қолында, ал келешегіміздің жарқын болуы ұстаздарымыздың қолында.